Бір ауылда екі дос болыпты, Арман мен Данияр. Олар бірге ойнап, бірге мектепке барады екен. Бірақ олардың өмір салты әртүрлі болыпты. Арман дұрыс тамақтанады, таңертең сүт пен ботқа ішеді, түсте көкөніс пен ет жейді, кешке айран ішеді. Ол спортпен айналысып, өзін әрдайым сергек сезінеді. Ал Данияр тәттілер мен фастфудты көп жейді. Газды сусындарды жақсы көреді. Ол аз қозғалып, артық салмақ жинап алыпты. Бір күні Данияр өзін әлсіз сезініп, Арманнан кеңес сұрапты. Арман оған дұрыс тамақтанудың және спортпен шұғылданудың маңызын түсіндіріпті. Содан бері Данияр да күн сайын салауатты өмір салтын ұстанып, дұрыс тамақтана бастапты. Енді ол өзін жақсы сезініп, сергек жүретін болыпты.